пайдалы, денсаулығына пайдалы, ол қанықпаған май қышқылдары, иә. Қанықпаған май қышқылдар қатарына осы омега-3-ті жатқызамыз. Омега-3, омега-6, омега-9 деген бар. Ол үш омеганың ең жақсысы омега-3. Омега-3 айтқанда ол май қышқылы, иә, ол бізге витамин БАДы арқылы біз іше аламыз, немесе оны біз басқа тағамдардан аламыз. Ал негізі омега-3-ті капсула ретінде ішуге бізге триглицерид қан құрамында жоғары болған науқастарда қолданған жөн. Мысалы, триглицерид қан құрамында 5-6 миллимоль литрден жоғары болған жағдайда ғана омега-3-ті қабылдаған абзал. Қайталайын. Енді омега-3 таңдағанда ДХА деген көрсеткішке қарап алу керек. ДХА деген ол сол омега-3-тің құрамындағы компонент. Ол компоненттен басқа тағы компоненттер бар, бірақ ДХА-ның мөлшері жоғары болған сайын, оның омега-3-тің биодоступность, басқа жаңағы нелермен, фермент болсын, басқа заттармен зат алмасуға қатысуы бәрі төзімдірек, ұзағырақ, оның бізге беретін пайдалығы зор болады. Омега-3 ДХА жоғары болған сайын, сондықтан соған қарап жүреміз. Енді омеганы біз тағамнан қайдан аламыз? Ол балықтан жасалған тағамдар, шөп-шалаң, жаңғақтар, бабы, бабы деген ол фасоль, горох, маш, чечевица, солар жатқызамыз. Семена, тұқымдар, тұқымдар деп айтама, қазақшасын. Семена чия, жаңағы тыкваның семеналары, және де жасыл көкөністерден омега-3-ті алуға болады. Омега-3 неврологиялық ауруларда, жүрек ауруларында, қан диабетінің 2 типінде жаңағы пайдасы зерттелуде. Яғни омега-3 май болғаннан кейін бізде барлық клеткалар, особенно нерв клеткаларының қабырғасында, мембранасында бізде май өте жақсы дамыған, және де любой нерв импульстері маймен жақсы өткізіледі. Сондықтан көп ауруларда, неврология ауруларда май қабаты нашар дамыған, немесе азайған уақытта бізге майлар керек. Именно омега-3-тің жаңағы пайдалығы осында көрінеді. Бірақ мен сіздерге айтайын, омега-3-ті беталды БАДы ретінде, витамин ретінде қабылдаудың қажеті жоқ. Омеганы ішкенде, капсула ретінде ішсеңіз, шайнап немесе ұсақтап ішуге болмайды. Егер ұмытып қалсаңыз, бірден ішу қажет. Бірақ двойную дозу, яғни 2 дозасын бірден ішуге болмайды. Тағы оның жанама әсері бар. Мысалы, құсу, лұқсу, диарея, немесе іш қату болуы мүмкін. Және де аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Екінші айтатын нәрсе, антикоагулянттармен, антитромбоциттарлы аурулармен, дәрілермен бірге ішуге болмайды. Өйткені омега-3-тің тромбоциттердің қызметін нашарлатуына, азайтуына әсері бар. Және де омега-3 капсуланы ішкенде обед, яғни тамақ ішкен кезде ішу керек. Тамақпен бірге. Ол өте маңызды. Енді тағы бір зерттеулер бар. 2018 жылы 77 мың адамды омега-3 ішкізіп, жүрек ауруларын алдын алу ретінде зерттеу жүргізілді. Зерттеудің нәтижесінде ешқандай
омега 3-тің жүрек ауруларына алдын алуына және емдеуіне дәлелін таппады. Және де тағы бір зерттеу жүргізілді. Балықты жеген адамдар және де мына жирный кислоты, яғни осы омега 3-ті қабылдаған адамдар екі топ болды. Соның арасында балықты жеген адамдар более здоровый были, яғни денсаулық жағынан жақсырақ болды. Сондықтан БАДидің бостан-бос ішудің қажеті жоқ. Және де тағы бір сіздерге қосымша мына статьядан жазып алған нәрсем, көшірген нәрсем, яғни 1999 жылдан бастап США, Америка, 2,4 миллиард долларды осы витаминдер мен минералды зерттеуге арнаған. Соның нәтижесінде ешқандай бір құрамдағы бір затқа однозначно эффект дәлелденбеген. Осыдан ой түйіңіздер, витамин мен БАДиларды ішу керек па, әлде жоқ па? Сау болыңыздар.